Бүгінгі сабағымызда Кенесары Қасымұлының көтерілісін өтетін боламыз. 1837-1847 жылдар аралығында 10 жылға созылған Қазақстан территориясын толығымен қамтылған көтерілістің бірі Кенесары Қасымұлының көтерілісі. Көтерілістің басты мақсаты қазақтардың патша үкіметі тартып алған атамекен қонысты қайтарып алу, округтерді тарату, отаршылар енгізген алым салықтардың күшін жою болған болатын. Осылай басты көтерілістің негізгі мақсаты. Наурызбай сұлтанның атқосшысы Николай Губин есімді орыс болған. Татар Әлім Ягудин әскери кеңестің мүшесі болды. Дипломатиялық қызметте ханның атынан Өзбек Сидақ Қожа Оспанов басшылық жасады. Кенесары 1802 жылы дүниеге келген Қасым сұлтанның баласы, Абылай ханның туған немересі. Бұл жердегі мәліметтерде қарастырсақ, қазақтың басшысы Кенесары Қасымұлының көтерілісіне басқа да ұлт өкілдері қатысқанын байқаймыз. Көтеріліске қатысушылар негізінен қазақ халқы болатын, бірақ олардың арасынан орыстар мен башқұрт, өзбек, қарақалпақ, түрікмен, тіпті поляктар және басқа да халық өкілдері көтеріліске қатысқан болатын. 19 ғасырдың орта кезеңінде орыс зерттеушілердің бірі Мейер Кенесарыға көзсіз ерлік тән деп жазған болатын. Ал бұл картада Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің қозғалысын байқауымызға болады. Кенесарының Қазақстанның барлық аймақтарын қамтығанын байқаймыз бұл жерлерде карта арқылы. 1837 жылы Кенесары Хорунжий Рытовтың отрядын тасталқан етіп жеңіп шыққан. Олар Петропавлдан Ташкентке бет алған сауда керуенін күзетіп бара жатқан болатын. 1837 жылы Батыс Сібір генерал-губернаторына жіберіп, оған арнайы хат жолдаған. Хатында Ақтау бекінісі мен Ақмола приказын жоюды, омбыда тұтқында отырған өз адамдарын түгел босатуды, сонымен қоса қазақ жерінің тұтастығын қалпына келтіруді талап еткен болатын. Бұл суретте Кенесары Қасымұлының суретін байқаймыз. Старшина Симоновтың әскери жасақтарына күйрете соққы беріп, көптеген қару-жарақтары мен оқ-дәрілерді тартып алған болатын. Ақмола бекінісін аға сұлтан Құдаймендіұлы мен әскери старшина Қабушев